Достар, сәлем. Бүгін сіздермен фаршированный перец дайындаймыз. Біздің YouTube каналға подписаться кнопкасын, қоңырауша кнопкасын басуды ұмытпаңыз. Ең алдымен күрішті осылай суға пісіріп аламыз. Енді біз перецтің ішіне салатын фаршты дайындаймыз. Осылай фарштың үстіне қара бұрыш қосамыз, тұз қосамыз. Сосын жәнегі пісқан күрішімізді қосып, жақсылап барлығын араластырып аламыз. Барлығы біркелкі болып араласу керек. Енді үстіне сақтап туралған сарымсағымызды қосамыз. Барлығын қосып, осылайына жақсылап араластырып, дайындап қоямыз. Енді мен фаршированный перецін өзін ғана жасамадым. Қасына гарнир ретінде картоп пісірдім. Оған бізге капуста керек, осындай туралған, сарымсақ керек, міне осы сияқты туралған. Енді перец керек әртүрлі цветінен бізге. Сосын сәбізді осылайына жақсылап турап аламыз. Сосын бізге чеснок керек. Осы барлық көкөністерді дайындап қоямыз турап. Сосын картопты ашып дайындап қойдым. Енді табаға май құйып, барлық осы көкөністерді қуырамыз жақсылап. Үстіне томат қосамыз, тұз қосамыз дәміне қарай. Міне жақсылап араластырып қуырамыз. Сосын аздаған су қосып, суымыз қайнағанша осылай қалдырамыз. Бетін жауып, суымыздың қайнағанын тосамыз. Енді біз және фаршымызды осы перецтердің ішіне саламыз. Перецті жақсылап ішін тазалап алыңыздар. Мен тазалап дайындап қойдым. Енді ішіне фаршты салып жатырмын. Фаршты жақсылап толтырып саламыз. Сіз өз қалауыңызша неше перец салғыңыз келеді, сонша перец дайындайсыз. Менде 6 штук шықты. 6 штуктың ішін барлығына перецті салып, дайындап қойдым. Енді жәнегі суымыз қайнады. Енді үстіне туралған картошкамызды саламыз. Жақсылап араластырып алыңыздар. Сосын жәнегі дайындаған перецтерімізді бетіне қойып, осылайынан жақсылап үстіне су құямыз. Суыңыз аздау болған жағдайда су құйыңыз. Аз болмай жақсы болып тұрса, судың құюдың қажеті жоқ. Міне 30-40 минутта біздің фаршированный переціміз дайын болды. Міне видеода көріп тұрғандай өте әдемі, дәмі деген өте дәмді шықты. Сізде осылай дайындаңыздар. Біздің каналға подписаться кнопкасын, қоңырауша кнопкасын басып, әрбір видеомызға лайк қойып, қолдап отырыңыздар. Астына міндетті түрде рецебін қалдыратын боламын.